Баршаңызға қайырлы күн оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай 3 ақ заттан жасалынатын, пеште пісетін өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын пирожкидің рецептімен бөлісемін. Қонақ келгенде қойсаңыз да, балаларға жасап берсеңіз де таптырмас рецепт. Ең алдымен бізге осы магазиннің айраны, су және де сұйық май керек болады. Ең алдымен айранымызды ыдысымызға құямыз. Одан кейін ыстықтау суды құямыз. Нан ашытқан кезде жылы қыламыз ғой, сондай жылы болу керек, екеуі қосылған кезде масса. Және де сұйық майымызды, ашытқы тұзымызды салып араластырамыз. Енді жұмсақ етіп қамырын илейміз. Сәл қолға жабысып тұрса да ештеңе етпейді. Керісінше пісу барысында өте жұмсақ болып піседі. Піскеннен кейін пирожкилеріміз осылай қамырын илеп алатын боламыз. Каналым сіздерге пайдалы болған болса, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Әр апта сайын мен осындай жеңіл, өте жақсы бір рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Сол үшін жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Міне қамырымыз дайын болды. Осылай қолға сәл жабысып тұрса да ештеңе етпейді. Енді бетін жауып жылы жерге қалдырамыз. Осылай көтеріліп шығады. Көтерілгеннен тағы да бір басып қойып, екінші рет көтерілгенін күтеміз. Тез арада көтеріледі екінші рет. Екінші рет осылай көтеріліп шыққаннан кейін ішіндегі салмасын дайындап, мен картошка мен пиязбен жасадым. Пісіріп аламыз. Осылай көз мөлшерімен өзіңізге керекті формада кесіп алсаңыздар болады. Қатты үлкен деу емес, мен кішірек деу етіп жасайтын болғандықтан осылай кішілеу етіп бірінші кесіп дайындап алдым. Сәл сұйық майымызды жағып, қатты жұқа етпей, осылай кішкене ғана жайғаннан кейін ортасына салмамызды салып, түйіп алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп. Келесілерінде дәл осылай түйіп аламыз. Алдын ала пешті қыздырып қоямыз. 160 градуста 20-25 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Егер уақыттарыңыз болып жатса, осылай пісіретін ыдысқа салғаннан кейін бетін жауып 15 минутқа қалдырсаңыздар болады. Егер уақыттарыңыз болмаса, бірден жұмыртқаны жағып, қалауыңызша күнжутты сеуіп, пісіріп ала берсеңіздер де өте жақсы болып шығады. Мен жұмыртқаны жағып, бетіне осылай күнжутты сеуіп шықтым. Енді пешімізге салып, пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Енді міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көріп жатсаңыздар, видеоның астына комментарий қалдырып кетуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айсұлу. Келесі кездескенше.